Жартылы күн Паттон қаласының Мираж Паттон отелінен Пхи-Пхи аралына бір күнгі саяхатымыздың бастапқы қадамы. Паттон жағажайындағы ең тиімді турфирма Соня турфирмасы. Осы турфирмадан бір күнге Пхи-Пхи аралына бағасы 1500 батқа сатып алдық. Шамамен 9:30 аралығында отельден трансфермен пирсқа келіп жеттік. Бұл біздің бірінші аялдамамыз. Осы тұста бізге кофе, чай тегін ұсынылды. Одан кейін бізде таныстық болды гидпен. Гид бізде екі тілде, ағылшын тілінде және орыс тілінде. My name is Panda. Panda, you can call me Big Panda. Kung Fu Panda. Sexy Panda. Blue band. But on the island, we not call for you the blue team. Because many blue on the island. We call you Panda team. Panda team. Remember me, Big Panda. Okay. I will stay with you all day today. And speaking English and Thai. Okay. And the next one, Sexy Roman. He's speaking English and Russian. Sawadika. And our crew and our staff, we just serve it for you. It's all day until you finish trip. It's small toilet, very small toilet. I recommend only big accident only, okay? When the boat stop, because when the boat stop, if you go inside to side by side like this, and when you come outside, say hello to me, okay? On this box we have the ice box, so with some whiskey vodka. Water, cola, okay? All time for you. And anyone, today at the front at the morning have the windy a little bit. Had about the bumpy, be careful yourself. When the boat starting and inhale, don't walking on the boat. Because save yourself and easy for Captain controlling. If you need help, if you want something, show your hand. Tell me Panda, I can serve it for you at your seat. And everyone, this one very important. You know this one? Yeah, for say hello. 1, 2, Panda. Okay, for today, Emma. Hope you get it happy for your wonderful day. Thank you very much, Kapunka. Бұл біздің алғашқы аялдамамыз Пхи-Пхиле. Бұл жерде бізде снорклинг, жарты сағат уақыты. Бізге снорклингқа трубка, маска, жилетка берілді. Келесі аялдама Пхи-Пхидон аралындағы буфет түрінде ұйымдастырылған түскі ас. Осылай обедке келіп жеттік. Бұл маңда мұсылмандар мекендеген себептен бұл жерде тағамдардың бәрі халал. Бізде бүгін курица, спагетти, рис, том-ям, арбуз, чай, кофе. Бұл маңда инфрақұрылымы жақсы дамыған. Бұл аймақта дүкендер, ресторандар, отельдер орналастырылған. Негізі осы маңда 1-2 күнге қонақ үй жалдап, Пхи-Пхи аралының керемет табиғатымен жақын танысуға ең қолайлы жер. Осындай қайықтармен серуендеп, су асты дайвингімен айналысуға да болады. Алдыдағы келесі аялдамамыз ол Лагуна Пиле. Пхи-Пхиле аралындағы ең ғажайыпты көрікті жерлердің бірі. Бұл алдымыздағы керемет Лагуна Пиле. Андаман теңізінің шығанағы Пхи-Пхиле аралындағы жан-жағы жар таспен қоршалынған өте әдемі көрікті жер. Осы тұста бізге жарты сағат уақыт берілді. Жарты сағатты өзіміз пайдалануымызға жаратамыз. Суға түсуге болады, немесе каякты жалға алуға болады. Осы тұста менің басты мақсатым ол каякпен серуендеу болғандықтан каякты жалға алдық. Бір адамға 300 бат, каяқтың ішіне 8 адам отырғызылады. Егер де 2 адамды каякты жалға алатын болсақ, ол 800 бат. Алдағы келесі аялдамамыз ол менің басты фаворитім Пхи-Пхи аралындағы керемет әйгілі бухта Майя Бэй. Осы Пхи-Пхи аралының керемет табиғатының танысуымның басты себепкері мені шабыттандырған ол Леонардо Ди Каприоның «Пляж» фильмі.
тек мен ғана емес, көптеген туристердің келуіне де себепкер болған. Негізінде көп деректерге сенетін болсақ, осы бухта Майя Бейдің әйгілі танымал болуының да басты себепкері сол пляж фильмі деп айтып жатады. 2000 жылдан кейін туристердің саны көбейген. Қазірде туристер көп. Негізінде бұл жер әрқашан ашық бола бермейді. Кейбір кезеңдерде бұл жерді бухтаны айналып кетеді туристер, ішіне кіре алмайтын уақыттарда болады. Ең ыңғайлы кезең ол қараша айының басы мен сәуір айының аяғы. Негізінде бұл жерде адам қоныстанбаған, жағажайында қонақ үйлер орналастырылмаған, кафе-барлар да жоқ. Бұл жерде тек қана серуендеуге болады жағажайда. Алдымызда керемет әйгілі бухта Майя Бей. Бұл тұста бізге жарты сағат уақыт берілді. Суретке түсуге, видео жасауға, керемет табиғатын тамашалауға. Тағы бір айта кетерлік, бұл жерде суға шомылуға, жүзуге тыйым салынған. Тек аяғымыздың тізесіне дейін кешуімізге болады суды. Бұл бүгін біздің саяхатымыздың соңғы аялдамасы Кай аралы. Бұл аралға бізге 40 минут уақыт бөлінді суға шомылуға. Аралдың жағажайында осындай шезлонгтар бар, зонттар бар. Аралдың ішінде осындай шағын кафелер бар. Кафелерде экзотикалық коктейльдер, сыра, алкогольсіз, алкогольді сусындар сатылады. Бұл аралда қонақ үйлер, түнгі барлар немесе дүкендер орналаспаған. Мұнда су асты әлемінің қаншалықты алуан түрлі екен өз көзіңізбен көру үшін су асты жүзу маскаларын сатып алуға болады. Аралда суретке түсуді ұнататындарды да қуантады. Керемет пейзаж және көгілдір су, тамаша фото суреттердің орны. 40 минут уақыт аралығында бәріне үлгердік, видеоға түстік, фотоға түстік, аралды араладық, суға да түстік. Негізінде арал керемет үлкен емес. Жан-жағын 10 минуттың ішінде аралап шығуға болады. Пхукет аралынан 20 минуттық қашықтық жерде орналасқан. Негізінде демалуға өте ыңғайлы жер. Жағажайында бәрі шезлонг, зонт, сусындар, тағамдар. Пхи аралындағы бір күндік саяхатымыз осымен аяқталды. Көңілімізден шықты, өте керемет саяхат болды. Негізінде Пхи аралының керемет табиғатын тамашалау бір күн аз. Кемінде жоқ дегенде 2-3 күн болған дұрыс секілді. Бұл бүгінгі керемет күннен естелік. Алдағы жоспар бойынша Пхукет аралығындағы келесі саяхатым ол Нью Бич пляжы. Нью Бич пляжында көріскенше.